Қосмезгіл ауылындағы қызыл әскер мектебінің 10-шы сынып оқушысы Азиз Закирдің ата-анасының қатысуынсыз тәрбиесіне қатысты директор өткізген жиналыста ұстазы Рита апайдың тарапынан жеке басқа қатысты тіл тигізуі орын алған. Ағасы түрмеге түскен, аты Нұрсұлтан. Ағасы түрмеге түскеннен кейін інісі қайда барады, соның артынан жүреді деп біраз тиісіп. Осы себепті баланың қан қысымы көтеріліп, мектепте медпунктте алғашқы көмек көрсетілген. Одан кейін ғана директордың айтуымен 2 мұғалім баланы үйіне апарып салған. Сол мұғалімдерден мән-жайды білгіміз келгенімен директор шақыртып алып, толық мәлімет ала алмадық. Ашық сұхбаттан директордың не себепті қашқандығы әзірге белгісіз. Баланың жағдайы қалай еді? Алдын директорға шақырып алын дейін. Бергісі берміз мұғалімнің біреуі сіз боласыз. Бала қандай жағдайда бар? Неліктен апардыңыз оны сіз? Мен осы жерден келе жатқан, сөйтсем екі досымен ішіне ұстап кетіп бара жатқан екен. Сөйтіп мына жерде директор, Азиз саған не болды деді. Енді бардым, Айыз не болды дедім. Сөйтіп директор айтты маған, мынаны Айызды үйіне жеткіз деді. Болды дедім. Сосын ана тәлімгер ғалым екеуміз аппараттағы ғалым деген мұғалімді сөйтіп машина болды. Екі досымен Айызды апарды. Сол кезде Айызды апарған кезімізде әкесі алдымыздан шықты, әкесіне айтып, осыдан басасы қашып қалды деді. Ал сіз жиналыстың хабарыңыз бар ма? Сол бала қатысқан жеткізілді. Жоқ, ондай қатысым ешқандай жоқ. Сіз не университетесін жүрді? Мұғалім, ағылшын тілінің мұғалімі. Ондай болып қалмайды мен былай. Баланың жағдайын ұстаздар тарапынан емханаға келіп көріп жатқан әзірге ешкім жоқ. Осы тақырыпта журналистік зерттеу әлі де жалғасын табады.